Мінекей достар, электрический теплый полды қалай қосамыз деген сұраққа мен жауап берейін деген едім. Осылай электрический теплый пол мынау. Бұны былай қосады. Электрический теплый полға керек размерде өзіңіз комната қанша квадрат, соны есептеп аласыздар. Сосын керек жерге барып айтасыздар, маған осындай 10 квадрат керек, маған жарты квадрат керек, маған 5 квадрат керек. Квадраттар әртүрлі. Міне өте тонкий. Осыны жайғанда былай. Біз ваннаға алғанбыз, мынау кішік жарты квадрат қой. Кіреберіс жерге ғана пол салған болғаннан кейін осындай қоямыз деп шештік. Міне даже 0,5 метр квадрат, жарты квадрат. Енді мынаның үстіне сразу кафельді баса беруге болады. Кафельді клеймен қояды, кафельный клеймен кәдімгідей. Бұны қосу жөнінде мынандай басы өзі осылай келеді. Міне 3 сым тұрады басында. Бізге мына заземление деген сарысым керек жоқ. Бұны алып тастаймыз. Алып тастағанда бұл өзінде тұра береді ғой. Бізге керегі мына қоңырсым мен көксім. Обычно бұл жерде көксім 0 болады, қоңырсым фаза болады. Енді қосылу жолына келсек. Міне терморегулятор, осындай терморегулятор керек. Әр неге теплый полдың мына схемасында біреу қажет болады. Бұны айтатын болсақ, артына келсек қалай қосуын. Міне бізде бұлай көрсетіліпті. Мына жерде болттарын шешіп өз керек жеріне сымдарын қатырады. Міне 1 мен 2 деген мына жерде. Біріншісі L фаза болады, екінші N деген тұр ғой. N ол 0 болады. Фаза 0. Фаза мен 0-ді мына жаққа питание қосылады мына жерге. Бірінші екіншіге питание қосылады. Питание деген мына жақта 2 сым тоқтан алып келесіз ғой. 2 сым осы жерге қосылады. Одан кейінгі 2 тесікке мына теплый полдың мына 2 сымы қосылады. Теплый полдың мына сымы тұр ғой. Осы екеуін екінші мына 2 тесікке осы екеуін бұлай қосылады. Осылай қосылады. Бірінші екіншіге питание. Питание деген сіздерге түсінікті шығар. Тоқ көзі, короче. Питанияға қосасыздар. Мынаған теплый полдың 2 сымы қосылады. Ал мынаған ортада бір бос тесік бар. Ең соңғы 6-7 деген бұған датчик қосылады. Міне датчик. Датчик мынау бізде. Сол датчикті қосамыз. Датчиксіз бұл қосылмайды. Датчик қосып барып 4 сымды қосасыздар.